Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен қиярды қызанақ шырында дайындау тәсілімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі қияр, қызанақ, болгар бұрышы, пияз, сарымсақ, ащы бұрыш, май, уксус, тұз бен шекер керек. Базилактың құрғағын алдым мен. Сонымен біз бірінші қиярымызды ортасынан бөліп, жарты сақиналап турайтын боламыз. Тәтті болгар бұрышын ортасынан бөліп, ұзыншалап тураймыз. Пиязды да ортасынан бөліп, сақиналап турайтын болады, жарты сақиналап турайтын боламыз. Сарымсақ пенен ащы бұрышты да тураймыз, қолдан тураймыз, майдалап. Қызанағымызды турап алып, ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Осылай барлығын бір ыдысқа салып, үстіне тұзымызды, шекерімізді, майымызды құйып, базилакты үлкен қасықпен бір қасық салынды, жақсылап араластырып, отқа қоятын боламыз. Бұл отта қайнағаннан бастап 25 минут қайнайды. 25 минутта қайнап болғаннан кейін қиярымыздың үстіне уксусты құйып, жақсылап араластырып, қайнап жатқан ыдысымыздың үстіне салатын боламыз. Осылай саламыз үстіне. Бұны да жақсылап араластырамыз. Енді бұл қиярды жақсылап араластырып алғаннан кейін қайнағаннан бастап 10 минут қана қайнататын боламыз. Міне қайнау басталды. Енді осыдан бетін жауамыз, сөйтіп 10 минутқа қайнатамыз. Оға дейін ыдысымызды стерилизовать етеміз, қақпағымызды. Сол 10 минуттан кейін жабуды бастайтын боламыз қақпағын. Құйығын алып, үстіне сұйығын салып, жақсылап жауып қоятын боламыз. Міне салатымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.